90. Так. Сызықлы функция онда қара. Сызықлы функция. Хаммен көрініп тұрды ғой, ә? Так, сызықлы функцияның екі структурасы болады. Біріншісі y тең kx плюс b деген, hamda ax плюс by плюс s тең 0 деген. Осында екі структурасы болады. Мысал үшін, сызықлы функцияға бір мысал келтіретін болсам, y тең 3x плюс 1. Мына сызықлы функция. Көрініп тұрды ғой, ә? Ал енді оны мына структураға әкелетін болсақ, ол бәрібір не қара, 3x тек y минус өтеді, мынаяқтағы y минус өтеді, плюс 1. Сөйтіп тең 0. Бәрібір емес пе, y мынаяққа өткерсең, y тең 3x плюс 1 кеп шыға ма бәрібір? Екеуі бір зат негізі. Просто мына структураға келетін формулалар бар, и мына структура бойынша келетін формулалар бар. Мына структураға байланысты есептер бар, мына структураға байланысты есептер бар. Түсініңіз ғой, ә? Соның үшін екі түрінен үйреніп қоюымыз керек. Екі түрінен үйреніп қоюымыз керек. Так, біріншісі y тең kx плюс b деген структура бойынша k нені білдіреді? K бұл мүйішлік коэффициент. Мүйішлік коэффициент. Яғни бұл не деген сөз? Мысал үшін y тең 3x плюс 1 деген сызықтың графигін сызып берейік. Мысал үшін y тең 3x плюс 1. K осы сызықтың несін басқарып отырады? Қайырылуын басқарып отырады. Қараң, бұл сызықтың графигін қалай сызамыз? Бұл сызықтың графигін сызу үшін любой бір екі ноқат аламыз. Осы сызыққа тиісті. Оны қалай табамыз ноқатты десе, x-ке бір мәнс бересең. X-ке мысал үшін 1-ді берсең, x-ке 1-ді берсең, неше шығады мынаған? 4. Яғни 1,4 деген ноқаты бар. X-ке 2-ні берсең не? 7. 2-ні берсең 7 деген мәнс шығады. 1,4. 1-ді қойсаң 4. 1, 2, 3, 4. Мұнда ма? 2-ні берсең неше? 7. 7. Мұнда ма? Енді сол 2 ноқатты тұтастырасаң, сол 2 ноқатты тұтастырсаң, мынандай түзеу сызық болады. Осы сызық мына функцияның графигі болып есептелінеді. Түсініңіз ғой, графигі y тең 3x плюс 1. Енді қараң, бұның мына қиялығына қараң да. Енді y тең 3x емес 2x те өзгертейін. 2x плюс 1. Енді бұның қиялығы қайтып өзгереді. 2x те көрінбейінше құр x дей қояйын. y тең x плюс 1. Бұның касы неше енді? Мынаның касы неше? Мынаның касы жаңа 3 еді. Енді касы неше? 1. Әзір қиялығы қайтып өзгереді, қараң. Әзір мынау қиялығын қараң, енді әзір енді сызық жақ функцияның қиялығын қараң. Мынаға мәнс берім. 1-ді қойсам неше? Так, 2-ні қойсам не? Так, 1-ді қойсам 2. 2-ні қойсам 3. Мұнда емес пе? Мұна не қылды? Сәл жатын қырады ма мынаған қарағанда? Қиялығы өзгерді. Себебі k өзгерді. Түсініп па? K демек сызықтың несін басқарып отырады? Қиялығын басқарып отырады. Яғни бұлай айлануын басқарып отырады. Сызықтың бұлай қисаюын k басқарып отырады. Түсініңіз ғой, ә? Так. Сашын, одан басқа да бір қызық заттар көрсетейін да мен. Так, мысал үшін жаңа y тең x плюс 1 деген сызық еді. Y тең x плюс 1 деген сызық. Не? Сызылды ғой, ә, әзір? Енді соның астына y тең 5x плюс 1 деген сызық сызайын да. Қара, оның қиялығы қандай екен? 5x плюс 1. Өзгерді ма қиялығы? Онса соның өзіне өзгеріп жазайын да, қара. Әзір 1 еді, енді 5 болып кетті. Көрдіңіз ба? 55 болса, ұлыма вертикалдасып кетеді. Енді соны 1 қылмай, 1-ден кішірейтейін. Мысал үшін 0,9 дейін. 0,9-да көрінбейді екен, 0,5-те көрінеді. Не қара? Сәл жатын қырады. Жаңа 1 кезінде мынандай еді, енді 0,5 кезінде сәл жатты. Дұрыс па? 0,5 емес,
0,05 қылайын. Общем жатып қалды ма? Қиялыға жатыңқырайды да. Яғни k өзгеріп жатыр. Түсіндіңіз қой, егер k теріс сан болып қалса, ұлма төменге қарап қалады. Түсіндіңіз қой, k теріс сан болса, сызық төменге қарап, яғни кемеюші деп айтады бұны. Төменге түсіп атпа, сызық кемеюшіге айланып қалады. k оң сан болса, өсушіге айланады. Түсіндіңіз қой, сызықларға қарауыңыз керек. Так. Кейінгі. Екіншісі. B. B бұл OY пенен кесілісу ноқаты. B. OY пенен кесілісу ноқаты. Яғни, сызықтың Y-тең. Сол үшін бір сызықлы функция жазайық өдеміз. X плюс 1. Оның график қалай болады? 1-ді қойсаң 2, дұрыс емес пе? 2-ні қойсаң 3 пе да? 3. Мынандай болып кеткен сызық. Бұның Y көшерін кесіп өткен жер қайыр? Y көшерін ауға өткенде үйреттім ғой. Неше деген жерде кесіп өтті? Неше деген жер? 1 деген жерде кесіп өтті. Ал егер мен соны Y-тең X плюс 3 дейтін болса, мәз 3 деген жерде кесіп өтеді да соны. Қараң. Нұқат қойайық. 1-ді қойсам неше? 1, 2, 3, 4. 2-ні қойсам не? 5 па? Неше деген жерде кесіп өтті? 3 деген жерде кесіп өтті. Түсініңіз қой, демек Y көшерін кесіп өтетін зат бұл B екен. Ізіндегі B, Y көшерін кесіп өтуді білдіреді екен. Мысал үшін әзір B 1 ма? Мынада? Неше деген жерде кесіп өтіп жатыр, не? 1 деген жерде кесіп өтіп жатыр. Ал енді соны 1 емес, неше қылсам екен? 3 қылсам не? 3 деген жерде кесіп өтті. Көрдіңіз ба? 4 қылсам, 4 деген жерде кесіп өтті. Минус 1 қылсам, не? Минус 1 деген жерде кесіп өтіп отыр. Минус 2 қылсам, минус 2 деген жерде кесіп өтеді Y-ді. Түсініңіз қой, Сол. Демек, B Y көшерін кесіп өтетін жер екен. Так, үшіншісі. Жаңа айтқаным, үшіншісі, K 0-ден үлкен болса, өсуші, ал K 0-ден кіші болса, кемеюші болады. Жаңа көрсеттім оны. Яғни функция K 0-ден үлкен болса, бұлай қарай, жоғары қарай көтеріліп атқан болады. K 0-ден үлкен болса, ал K 0-ден кіші болса, төмен қарай түсіп атқан болады. K 0-ден кіші болса. Түсініңіз қой, Так, яқшы. Енді біздерден мындай сұраулар болады. Сөйде. Төртіншісі. Сызықлы функцияда K 0-ден үлкен, әмде B 0-ден үлкен болса, сызық нешінші ширеклерде болады деген сұрау болады. K 0-ден үлкен болса, сызық жоғары қарай көтеріліп атқан болады, жоғары қарай кетіп атқан болады. B дегеніміз не заты? B деген не заты жаңа? Y көшерін кесіп өтетін жер. Y көшерін кесіп өтетін жер жоғарыда болады деген сөзді білдіреді. Демек, жоғары қарай кетеді, әмде жоғарыда Y көшерін кесіп өтеді. Сонда былай өтсе, не? Жоғарыда кесіп өтті ма, не? Жоғары көтеріліп атпа, неше ширеклерде өтіп атыр? 1, 2, 3 ширеклерде өтіп атыр екен. Түсініңіз қой, Так, енді K 0-ден кіші, B 0-ден кіші болса, неше ширеклерден өтеді деген сұрау болады да? K 0-ден кіші болса, сызық не қылады? Төменге кетеді. B 0-ден кіші болса, не болады? Төменнен кесіп өтеді. Хам төменге кету керек, хам төменнен кесіп өту керек. Неше ширеклерден өтеді сонда? 2, 3, 4. Бұлай бола ма? Түсініп атырсыз қой, Не қараң, не? B-сы теріс сан ба, не? Теріс сан. Төмен қарай кетіп атыр, демек K-да теріс сан ба? Теріс сан демек неше ширеклерден? 2, 3, 4 ширеклер екен. Түсініп атырсыз қой, Так, 6. K үлкен 0 болсын да, бірақ B кіші 0 болсын. Неше ширеклер болады? K үлкен 0 деген не сөзді білдіреді? K үлкен 0 деген не сөзді білдіреді? Жоғары кетіп атқан. B 0-ден кіші деген не? Төменнен кесіп өтеді деген сөз. Демек, жоғары кетіп атқан болу керек, бірақ төменнен кесіп өту керек. Бұлай бола ма? Демек, 1, 3, 4. Түсініңіз қой, 7. K 0-ден кіші, бірақ B 0-ден үлкен болса не?
төменге кетіп жатқан болады. Төменге кетіп жатқан болады. Жоғарыдан кесіп өтеді. Сонда 2-1-4. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтты. 2-1-4 болады. Еркін айтты ма? Мирас айтты ма? Так, не? 2-1-4 болады. Түсіндіңіз қой, не? Б оңсан емес пе не? К терістен емес пе төменге кетіп жатыр ғой? Так, яқшы. Және сұрау. К үлкен 0, бірақ Б тең 0. Б 0-ге тең. Б 0-ге тең болса, мына еден кесіп өтеді деген сөзі. К үлкен 0 деген өсіп атқан болу керек. 1-3 болады. 1-3 болады. 1-3 болады, не? Бұлай кете ма? Көріңіз қоя, не? Б 0-ге тең ба, не? Б 0-ге тең. Бірінші қамде 3-ші шеректерден өтеді, ондай вақты. Ал яқшы, обратный сұрау. К 0-ден кіші, бірақ Б 0-ге тең. Дұрыс. Демек, нешінші шереклер болады соғықта? 2-4 болады. Яғни, дәл ортадан өту керек та, не? Дәл ортадан өту керек. Көріңіз бе? Не? Неден өтті ма? Төменге түсіп барады ба? Неге? Себебі К 0-ден кіші. Мына ерден өтті, дәл ортадан өтті. Себебі Б 0-ге тең. Түсініңіз қоя? Бұл уақытта 2-4 болады екен. Енді қараң, 10-ші формуладан бастап. Бір екі сызық болады да, сол екі сызықтың калары тең болса, бұл екі сызық параллель болады. Параллель сызық болады. Мысал үшін, мысалға, y тең x плюс 1 деген сызық. Касы неше? Y тең x минус 2 деген сызық. Бұның касы да 1. Енді екеуінің графигін сызайық. Так, мұнаның графигін сызатын болсам, y көшері неше деген жерде кесіп өтеді бұл? 1 деген жерде кесіп өтеді, 1 деген жер. Әмде және бір ноқат керек маған. Мысал үшін x-ке бір сан қойын. 1-ді қойсам 2 шыға ма? 1-ді қойсам 2 шығады. 2 деген ерде емес пе? Бұлай өтемекен ол? Енді y көшері неше деген жерде кесіп өтеді? -2. Нәйер емес пе? X-ке 1-ді қойсам неше шығады? -1 мұнда. Бұлай өте ма не? Екеуі не болды? Параллель болды. Екеуі параллель ма? Неге параллель? Себебі К-лары тең. Өзі К деген зат бар ма? Бағана мүйішлік коэффициент еді, айтқанымда. Сол ол мүйішлік коэффициент деген сөз, мына мүйішті бар емес, мына мүйішті. Осы мүйішті басқарып отырады да негізі. Яғни x көшерінің кесілседі ғой, x көшерімен. Сөйтіп, сол x көшерімен кесілскен уақытта мүйіш пайда болады ғой. Мүйіш пайда болады. Жайран қарап отыр. Мысал үшін екі сызық кесілсті, мүйіш пайда болмай ма? Құлас әзір мына сызықпен x көшері кесілген уақытта мүйіш пайда болмай ма? Соның оң жағымен пайда еткен мүйіш, именно оң жағымен пайда еткен мүйішін альфа деп белгілейміз. К. Сол мүйіштің тангенусына тең болады екен да. Тангенус деген бұл тригонометриядағы зат. Пока бұны өтпей тұрамыз, бұған байланысты есептеуді шығармай тұрамыз. Бірақ К тең тангенус альфа екенін біліп қоя берің. Түсініңіз қоя? Енді қараң, қазір сол мүйішілер тең емес пе? Себебі К-лары тең ғой. Сол мүйішілер тең деген сөз, параллель деген сөзді білдіреді өзі. Түсініңіз бе? Мысалы үшін, наяқта да сызып берейін. Y тең x минус 2, y тең x плюс 1. Көрдіңіз бе? Екеуі параллель болды. Мына плюс 10 десе де бәрі параллель. Просто ол жоғарыға 10 болып кетті да, нәйер 10 болып кетті да бұған. Y көшері кесіп өтетін жер 10 болып кетті. Так, демек параллель болу шартын түсіндіңіз. Енді перпендикуляр болу шарты бар. Егер К-ларының көбеймесі -1-ге тең болса, демек сызықлар перпендикуляр болады. Перпендикуляр деген не? Кесілседі деген, кесілскенде де 90 градус болып кесілседі деген сөз. Түсінік па? 90 градус астында кесілседі деген сөз. Екі сызық перпендикуляр болады, егер К-ларының көбеймесі -1-ге тең болатын болса. Мысал көрсетейін. Так, y тең 2x плюс 1. Сөйтіп, y тең -1 бөлу 2 x плюс 1.
Mına sızıqtың k'si neçe? Mına sızıqtың k'si neçe? 2'ni көбейтсең неше шығады? Мынаның к'si менен мынаның k'сын көбейтсең -1 шығып тұрып барасынан. Демек, аз осы сызықлардың графигін сызып берейін. Графигін аяқта десімсті сыза қойынса, не азап, я? Так, не? 2x деймін. Плюс 1 меді. Несі? 2x. Сөйтіп, аяқтан сызайық. Минус 1 бөлу 2. Дұрыс па? Сөйтіп, x плюс 1 меді. Не қылды? Кесілісті ма? Именно қай жерде кесілісті қараң не? Қандай болып кесілісі батыр? 90 градус болып кесілісі батыр. Тік кесілісі батыр да бір-бірімен. Түсініңіз ба? Bir-бірімен тік кесілісі батыр. Көрініп тұрды ғой, я? Неге тік кесілісті олар? Себебі к'ларының көбеймесі неше? -1 болды. Ал сол -1 емес. Улма басқаша болса не? Кесілсе де не? -1 болса да кесілсе де негізі. Просто не 90 градус болып кесіліспей қалды да. Түсініңіз ғой, я? 90 градус болып кесіліспей қалды. Мысал үшін не? Ол -1 емес. -4 болса не? Кесілісі, бірақ 90 градус астында кесілісіп атқан жоқ та олар. Түсініңіз ба? Яғни, бұл деген сөз, к'лары егер өзара тең емес болса, кесіліседі деген сөзді білдіреді. Ал к'лары көбеймесі -1 болса, 90 градус астында кесілседі екен. Түсініңіз ғой, я? Апарып қойыңыз. Так. Демек, мына сызығымыз y тең -1 бөлу 2 x плюс 1 деген сызық, а мына сызығымыз y тең 2x плюс 1 деген сызық болды да әзір. Түсініңіз ғой, я? Так. Енді к'ларының көбеймесі перпендикуляр болады. Ал к'лары тең емес болса, кесілседі деген сөз. Дұрыс па? К'лары тең емес болса, кесілседі деген сөз. Енді мынандай болады да. Сондай, екі сызықтың к'лары тең емес болса, олар параллель емес деген сөз. Ал параллель емес сызықлар обязательно барып кесілседі. Сол үшін кесілісті бір екі сызық та. Мынаның k'сы k1 x плюс b1, а мынаның болса y тең k2 x плюс b2. Олар қандай да бір мүйішасында кесілсе ма? Қара, сол мүйішті мен фи деп белгілеймін. Сол мүйішті табатын формула бар да, соны жазып беріп отырмын. Тангенус фи тең, жоғарысы k1 минус k2 асты 1 плюс k1 k2 деген формула екен. Мына модуль общий тұрады. Бұл формула. Пока бұл формулаға байланысты есап менімше бермейді шығармам, бірақ сонда да біліп қоя беруіңіз керек. Бірақ сонда да білсін. Так, 12. Кейінгі 13. Демек, к'лары байланысты заттарды біліп алдық. Y тең kx бойынша заттарды біліп алдық. Демек, к'лары тең болса не болады екен? Екі сызық параллель болады екен. Енді сондай бір формула бар. Екі параллель сызықтың арасында аралық табатын формула бар да. Так, яғни екі параллель болады ол сызық не? Мұнда һәмде мұнда екеуі параллель ма? Неге? Себебі екеуінің к'лары тең. Бірақ мұнанкі b1, мұнанкі болса b2. Себебі b-лары әрқилы болады оның. Мұнанкі b1, мұнанкі b2. Соң мұна арасында аралық табатын формула бар да. Түсініңіз ба? Бұл аралық һәме жерде бірдей ғой. Дұрыс па? Мұна аралық не жерде һәмесі бірдей ғой, дұрыс па? Осы аралық табатын формула демек мынандай екен. b1 алу b2 сыртында модуль бар. Модуль. Ұзынлықта ол. Ұзынлық оңсан болу керек қой. Соның үшін. Сөйтіп k квадрат плюс 1. K деген екеуінікі де бірдей болғаннан кейін тек k квадрат деді. k1, k2 демедік. Түсініңіз ғой, я? Так. Соған байланысты есап бар. Көрсетемін. Так. Енді кейінгі 14. Енді ана екінші структураға өтеміз енді. Екінші структура бойынша. Демек, ax
плюс by плюс s тең 0 деген структура бар еді ғой жаңа. Сол структура бойынша. Егер, так, неше келбек? 13 па? 14. Егер аларының қатынасы бұларының қатынасына тең болса, сылары қызық емес, сылары тең емес болса, онда бұл сызықлар параллель болады деген формула. Параллель болады. Параллель болу шарты болады. Мысал үшін y тең емес. 2x плюс 3y плюс 4 тең 0. Сөйтіп не? 4x плюс 6y минус 1 тең 0. Мұнаның аларының қатынасын қарай. 2 есе үлкен ба? Мынауының қатынасы 2 есе үлкен ба? Бірақ сылары ондай емес, Сылары ондай емес. Алары мен бұларының қатынасы тең ба? Онда мына сызықлар параллель болады. Мынаяқта сызып беремін әзір. Сенбесеңіз сызып берейін. 2x плюс 3y плюс 3y минус 1 тең 0, иә? 3y. Сөйтіп мынаны кім көрейік? 4x плюс 6y-ге 6y плюс 4 деп жазбадым ба? Параллель болды ма екеуі? Неге? Себебі аларының қатынасы бұларының қатынасына тең болды. Түсіндіңіз ғой? Екеуі параллель болады екеуін соғақта. Так, кейінгі. Енді қайсыны кім білмеймін бірақ. Жасыл қайсысы, қызыл қайсысы екен. Мынау мұнанкі деп апарып қоя берейік енді. Точно білмеймін бірақ. Яқшы. Кейінгі 15-ке келдік па? 15. Так, аларының қатынасы, бұларының қатынасы, сыларының қатынасы үшеуі де тең болса, онда ол сызықлар үстпе үст түседі. Үстпе үст түседі. Оны зат деген? Бір-бірінің үстінде тұрады деген сөз. Мысал үшін, 3x плюс 5y минус 2 тең 0. Және бір сызық сызайық. 6x плюс 10y минус 4 тең 0. Мына сызық пен мына сызық үстпе үст түсіп қалады. Қараңыз, графигін сызайық. Y тең Y тең деп сызбайды екен мынау, 3x деп бастайды мені. 3x плюс неше? 5y минус 2 тең 0. Астына және бір сызайық. 6x плюс 10y-ге минус 4 тең 0. Қараң, аларының қатынасы 2 есе ма? Үшеуі де тең болды ма? Мынау мына жерде неше сызық бар? Бір сызық бар. Негізі 2 сызық бар. Негізі екеу. Просто біреу мына қара көктің үстіне мініп алды. Қазір көктің үстіне бассам, көк үстіне шығады. Үстіне шықты көк. Мынау қара, көк, қара, көк. Көрдіңіз қой, екеу осы жерде тұрды да негізі. Біреу-біреудің үстінде тұрып қалды. Түсіндіңіз қой, үстпе-үст болады деген. Демек, біреу-біреуінің үстіне шығып қалады екен. Графигім нәйелерден өтеткен, где-то нәйелерден деп өтеткен. Екінші сам сөйде болады. Так, енді 16-шысы. Демек, параллель болады, үстпе-үст болады. Ал аларының қатынасы бұларының қатынасына тең емес болса, онда ол сызықлар кесілседі. 90 градус емес. Кесілседі. Бұлма кесілседі. Қандай да бір мүйіш астында. О мүйіш тауы формуласын бағана айттым. Дұрыс па? Бағана айттым. Енді 17. Бұда да 90 градус дегеннің формуласы бар. Егер аларының көбеймесінің бұларының көбеймесіне қатынасы минус 1-ге тең болса, онда ол сызықлар перпендикуляр кесілседі. Перпендикуляр болады. Перпендикуляр болады. Қағидасы көп екен, мұның? Айтып отпаған, мына системалары қап қойсаңыз болмайды. Перпендикуляр болып кесілседі.
Екі сызық. Енді мынандай зат бар. Bir sızık болады да. Мына сызық болады. AX плюс BY плюс S тең 0 деген бір сызық та мынау. И бір ноқат. Мынау ноқат. A деген ноқат. Оның координатасы x нөлевой, y нөлевой. Не? Координатасы не? Мынау. Нер x нөлевой, нер y нөлевой деген сөз да. Осы ноқаттан сызыққа шекемге мына аралық бар емес пе? Осы аралық тауып беретін формула бар. 90 градус болып түскен. Осы аралықты тауып беретін формула бар. Оның формуласы мынандай болады, қараңыз. A x нөлевой, b y нөлевой плюс s бөлінген корень а квадрат плюс b квадрат. Бұл формула нені тауып береді? Құласы ноқат пенен туырсызық арасында аралық тауып береді. Ноқат пенен туырсызық арасындағы аралық. Файлды сохранить қылып сіздерге тастап беремін, яқшы ма? Суретке түсіріңіз, шертеміз. Так, 18 кейінгісі. Және не бар? Қазір. Және не бар? Құласы мынандай формула бар. A деген ноқат болады, оның координатасы x1, y1 болады. B деген ноқат болады, оның координатасы x2, y2 болады. Осы екі ноқат арқалы өтуші туырсыз теңдемесін түзетін формула бар. Қараңыз, формула мынандай: x минус x1. Қазір мысалмен көрсетемін. y минус y1. x1 минус x2, y1 минус y2. Так, бұл қандай? Так. Мысал үшін да, мысал үшін. Так, қазір мен бір функция ойлап тауып алайыншы. Так, бірді қойсам 5, аз айтамын. Бірді қойсам 5, екіні қойсам 7. Екіні қойсам 7 да. Енді осы екі ноқат бар да. Осы екі ноқаттың өтуші туырсыздықтың графигін сызып берейін ба мне? Бірді қойсам 5, 1, 2, 3, 4, 5. Мынау емес пе? Екіні қойсам 7, 6, 7. Мынау емес пе? Дұрыс па? Соның графигін сызып берейін міне, графигі міне. Енді осы сызықтың теңдемесі керек та енді. Мысалы үшін y тең бір зат x плюс 1 дегендей бір теңдемесі керек. Түсіндіңіз ба? Y тең бір зат x плюс бір зат дегендей да. Түсіндіңіз қой, Сол теңдемесін жарату керек. Оны қалай жаратамыз? Қалай пайда етеміз? Формуласы мынандай. Формуласын қараң. Қараң, x минус x1 деген бірінші ноқаттың x-і да. Неше болып тұрады? 1 болып тұрды. Y минус y1-іміз неше болып тұр? 5. x1-ден x2-ні аласаң, яғни мынаның x-нен мынаның x-ні аласаң. Мынаның y-нен мынаның y-ні аласаң. 5 минус 7 неше? Минус 2. Мынауың минус 1. Құласы 1 бөлу 2 болмады ма? Көбейтесең. 2x минус 2 тең y минус 5. 5 неқа не өтеді? Плюс. Неше болады сонда? Алынып кетеді ғой. 3. 2x плюс 3. Расында 1-ді қойсаң неше шығады екен? 1-ді қойсаң неше шықты? 5 шықты. Ал 2-ні қойсаң не? 7 шықты. Көрдіңіз бе? Мына сызықтың теңдемесін түзіп берді ма? Түзіп берді. Болмаса және бір теңдемені түзетін және бір формуланы көрсетейін. Ұсыл формула емес, ұсыл. Мысалы үшін сенде екі ноқат болады. 1-ді қойсаң 5 шығу керек. Сөйтіп және 2-ні қойсаң 7 шығу керек. Сенде y-тен kx плюс b емес пе сызықтың несі? Теңдемесі, структурасы. 1-ді қойсаң 5 шығады десе, x-тің орнына 1-ді, y-тің орнына 5-ті қоясылар. Y-тің орнына 5-ті, мынаның орнына қойдық. X-тің орнына нерге 1-ді қойдық. K плюс b. Сөйтіп, y-тің орнына 7-ні, x-тің орнына 2-ні қоясыз. X-тің орнына 2-ні қойсаң не болады? 2k плюс b. Система болады ма? Простой теңдемелер системасы. Мысалы үшін әзір алып жіберсем b кетпей ма? Демек, системаның төменнен жоғары қарай алып жіберейін. 7-тен 5-ті алып. 2k-дан k-ны алып.
b мен b кете ма? K тең 2 шықты. Енді ерге 2-ні қойайсыз. 5 тең 2 плюс b. b тең неше шығады? 3. Демек, y тең 2x плюс 3 екен. Әне, сұлай жаратсаңсан болады. Бәрі. Система арқалы, не? Система арқалы жаратсаңсан болады. Демек, біздерде 2 ноқат берілсе, сол 2 ноқаттан өтуші туырсыздықтың теңдемесін түзуге болады екен. Енді так, енді. Және бір қандай формулалар бар. Так. Қандай формула бар? Мысалы үшін не? Бір сызық беріп қояды да саған, не? Сөйтіп, надан өткен, әмден надан өткен жерлерін берсе. Мысалы үшін, мына жерді мен бір b деп, мына жерді a деп белгілесем, осы сызықтың теңдемесін түзіп тастауға болады. X бөлу a плюс y бөлу b тең 1 деп. Мысал көрсетейін сіздерге. Мысалға, бір сызық беріп қойды менде. Мысалы үшін деп кесіп өтті. Міне ерім 1, міне ерім минус 2. Мына сызықтың теңдемесін түсіп берейін ба? X бөлу минус 2 плюс y бөлу 1 тең 0. Осы сызықтың теңдемесі үстінде болады. Так, ұлма бөлім беремен бе? Ұлма бөлім бермей қояқ, минус 1 бөлу x плюс y тең 0 емес бе? Тең 0 емес, не тең 1 екен ол формула, тең 1 емес бе? Мынау не қарай не өтеді? Плюс y тең плюс 1 бөлу x плюс 1. Қараң, мына ноқаттың координатасын айтың, мына ноқаттың координатасын. Минус 2 0 емес бе? Өткенде үйреттім ғой. Жоғарда да емес, төменде де емес қой себебі бұл ноқат. Минус 2-ні қойсам 0 шыға ма екен, көрейік қане. Мына минус 2-ні қойын. Минус 2-ні қойың мына жерге. Минус 1 плюс 1 0 өп кете ма? Келеді. Мына ноқатты қояйық. Мына ноқаттың координатасы қандай болады? 0 1. Себебі бұл оңда да емес, шепте де емес қой, бірақ жоғарда 1 бірлік, дұрыс па? 0-ді қойсам 1 шыға ма? 1 шығады. Мына сызықтың теңдемесі екен арасында. Түсінесіз ғой? Сондай y hamda x көшермен кесілген жерлерінде санларды беріп қойса, сызықтың теңдемесін сразу сөйтіп түзіп жіберсек болады екен, ойбай. Түсінесіз ғой? Так, және не? Және не затылары бар еді? Осы функцияда айтылатын зат көп та. Так, не бар? Нұрсыз айттым, параллель деген затларды айттым. Айттым. Екі ноғат берсе теңдемесін түзуді айттым. Яқшы. Кейін симметрик деген зат бар. Симметрия деген зат бар да. Симметрия. Так, симметрия дегеніміз не? Мысал үшін, мынау бір айна деп ойлайық. Мынау айна. Мынау сен айнаға қараған уақытында, айнадан қандай ұзақта тұрсаң, сенің суретің сондай ұзақта пайда бола ма жерде? Қазір сенің суретің айнаға салыстырғанда саған симметричный болып тұрды. Яғни мына жерде тұрған бір зат, мысалы үшін жерде бір зат тұрса, пішік жатса не жерде? Жерде пішік жата ма? Симметричный болады да екі жақ. Мысалы үшін кітапты жаусаң, кітаптың екі жағы бір-біріне симметричный болғаннан кейін үстіме түседі. Ямаса, рассомлар сурет салады. Сен бірінші болып мынандай істеп алады, сурет салған уақытта деп алады. Сөйтіп екі жағын симметричный жайластырады. Көзді деп, сөйтіп неяқта точный көзіне ерге салады. Рассомлар. Мысалы үшін сен көзің мұрынға салыстырғанда екі жақ симметричный ғой. Ойлап көр, бір көзің неяқта. Урод болып қаласың ғой, симметричный болу керек та, сәл былайлау жайласа, кетсе болды былайлау. Болды уже. Сенің түрің бір түрлі болып кетеді, дұрыс па? Сол симметричный жайласу керек та, әмезат. Адамның түрі мұрынға салыстырғанда симметричный, еді мұрын бар мысал үшін. Мына ауыз мысал үшін. Түсінесіз ғой? Симметрия деген зат сол. Енді оның сызықлы функцияға не байланысы бар десе, қазір мынандай сұраулар болады. Қараң, ноқаттың симметриклерін тауып алайық та. Мынау Декарт координаталар системасы. Мысал үшін ноқат 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Мына ноқаттың координатасы қандай екен? 5,
3 екен. Осы ноқаттың x көшеріне қарата симметригін тауып берейік. Ол деген сөз x айна деген сөзді. X көшеріне қарата симметрик десе, x-ке салыстырғанда симметрик десе, x айна болады. Мынау сен айнаға қарасаң, қандай аралықта тұрса, сондай аралық ар жақта суретің пайда бола ма? Мына ноқаттың координатасы қандай болады? 3 бірлік төменге түстің бе? Дальше 3 бірлік төменге түсесің деген сөз да. Міне неше болып қалады соқта? -3 болып қалады. Демек 5 өзгермейді, бірақ төменге -3 түсіп кеткен боласа. Ал енді y айна болсын да енді. Қандай ұзақта тұрса, сондай ұзақта және пайда бола ма? Суретің? Мынау неше болып қалады? Қара, y-ге өзгермейді, бірақ x не болып кетеді? -5 болып кетеді. Түсініңіз қоя? Демек, y-ге салыстырғанда, һәм де x-ге салыстырғандағылар тауды. Енді мынау координата басына салыстырғандағы, яғни айна не жерде болсын. Сонда сен айнаға қарасаң, қандай ұзақта тұрса, сондай ұзақта пайда бола ма суретің? Мынаның координатасы -5, -3 болып кеткен болады. Көрдіңіз қоя? Так, енді соған қағида жаратсақ болады. Демек, x-ке салыстырғанда симметрик десе, x-ке салыстырғанда симметрик десе, x-іміз өзгермейді, y-іміз -y болып өзгереді екен. Бірінші қағидамыз. Түсініңіз қоя? X-ке салыстырғанда симметрик десе. Қара, 5-ім 5 болып тұрды ғой, бірақ 3-ім -3 болып кетеді екен. Енді y-ке салыстырғанда симметрик болса не болды? Симметрик болса. Қараң, не болды нан? X-і -5 болып кетті, бірақ y-ім 3 беді? 3 еді елі. Y-ім өзгермеді. Бірақ x-ім не болып кетті? -x. Бірақ y-ім y болып қалды. Ал енді үшіншісі, координата басына салыстырғанда симметрик болса не болды? Екеуім өзгерді. Симметрик болса, онда x-ма минус болып, y-ма минус болып өзгереді екен. Түсініңіз ба? X-ма, y-ма минус болып өзгеріп кетеді екен. Себебі қараң, не? 5 3 еді, 5-ма -5, 3-ма -3 болып өзгеріп кетті. Симметрик деп соларды айтады екен. Және бір симметрик түрі бар. Біздерде мынандай сызық бар. Бұл сызықтың аты y тең x деген сызық. Яғни 1 болса 1, 2 болса 2. Наған 1-ді қойсаң 1 шыға ма? 2-ні қойсаң 2 шыға ма? Осы айна болса, қараң, қандай өзгереді? Айнаға сен қарайсаң, сондай аралықта және ар жақта пайда бола ма? Мына ноқаттың координатасы қандай болып кетті деймін ба, қараң? Туғрысы нешеде тұрыпты? Нешеде тұрыпты? Нешеде тұрыпты? 3 емес пе? 1, 2, 3 емес пе? Ал мынаның неғын туғрысы нешеде тұрыпты деймін ба? Нешеде тұрыпты? Координатасы қандай өзгерді? 3, 5. Орнамаса еткенде 5 3 еді, 3 5 болып қалады. Демек, бұл төртіншісі, үшіншісі мынау ғой? Төртіншісі бойынша. Y тең x-ке салыстырғанда симметрик десе. Y тең x-ке салыстырғанда симметрик десе, біздер не қылады екенбіз? X-тің орнына y-ті, y-тің орнына болса, x-ті жазады екенбіз. Болды. Сұлар еді темадағы лекциялар, енді есапларын көрсетемен. Әне, бір талай зат. Мен бұларды доскаға жазып көрсеткенімде, еле параллелі түсіндіріп атқан шығарман әзі. Сол үшін осы затты әкемесем болмады. Так. Енді айтатын зат. Әз айтамын. Енді, бұл материалдан есеп көре береміз. Так, материал. Қақыт. Мынау емес пе? Б группа, А группа. 2, 4, 6 дейді. Бұл басқа зат екен. Нәтиже екен бұл. Материал. Сызықлы функция не ғой?
Емес пе? Сөйтіп басылана ма? Так, біріншісі, y тең x плюс 2 функцияның график координат тегістігінің қайсы чорайда жайлашқан? Графигін сызу қиын зат емес. Графигін сызу қиын зат емес. Болмаса былай істесеңіз болады. Мысал үшін, не? Тұртты қоя, не? Так, x-ке сан қоясың. Мысал үшін 2 деген жерден кесіп өтетін анық, Баса 2 қосы. 1-ді қойсаң 3 па? Не? Нешінші шеклерді өткен? 1, 3. Бармасында жоқ? Боже. Түсініңіз қоя? Түсініп графикін сызып қоясыз. Онса графикін сызудың яқшы. Және бір жолы бар деп айтacağım. Жолы бар. Сәл аңсатылау. Ноқат қойып отырмайсаң да. Оған бірақ шахмат керек екен да. Міне, мынау y-пен кесісетін жері 2-ні белгілейсең, сөйтіп k-сына қарайсаң, k-сы 1 ма? K-сы 1 деген сөз 1/1 деп жазасың. Қара, 1/1 10-ға 1/1 жоғарға көтерілесең деген сөз. 1/1 10-ға 1/1 жоғарға. Мұны ер емес пе? Ол тұтастырасың, ол жаңа сызықтың график пайда болады. Бәрі-бір ғой. Сыныс қойды. Сынай ұсылы бар. Ой. Ол мынау жоғып кетті ма не жаңа? Так. Екінші сынам график координат тегістігін. Оны сызасыз қоя өзіңіз. Енді мынау. Ядыңызда ма? Анау 1 емес қой негізі, L ғой. Ал жазып кеткен. 1 деп басып алған. Так. Мынау B да. Анықыраға. B деген зат не? Бағанағы мен айтқан. K кіші 0, B үлкен 0. Неше шереклер? K кіші 0 болса сызық не қылады? Кемиеді. B 0-ден үлкен болса не қылады? Жоғардан кесіп өтеді. Кемию керек, и жоғардан кесіп өту керек. Нандай болмай ма? B 0-ден үлкен ба не? 1, 2, 4 не өтеді екен. Түсініңіз қоя? 1, 2, 4. Мынау ғой. 2, 1, 4 деген. Көрдіңіз қоя? Так, одан кейінгі 5. Функцияның графигі тиісті. Төмендегілердің қайсы бірі функцияның графигіне тиісті дейді. Оны ноқатыларды қоясыздар. Мысал үшін, қараң, құйдағы нұқталардың қайсы бірі осы функцияның графигіне тиісті дейді. Мысал үшін А жауапты емес, Б жауап қоя. -3-ті қойсаң 5 шыға ма? Нерге -3-ті қойып көресің. F-ат -3-ті есаплап көресің. -3 көбейту -3 плюс 4. Не шығып кетеді? 13 шығып кетеді. 5 шығу керек па маған? Не, ол қате екен. Б жауап қате екен. Онда 5-ті қойсаң -3 шыға ма? Көрейік. 5-ті қойып көріңізші нерге. -15. Шықпайды. Мынауым шықпады, мынауым шықпады. Онда мынау шығар. 2-ні қойсақ 4 шыға ма? -6, -6-ға 4, -2 болып қалды. Онда А шығар. 3-ті қойсақ, -9, -9-ға 4 қойсын. А екен ғой, түсініңіз қоя? А шығады екен. Не деген әуметсіз біз, Баста Адан басылмай тасып кетіп ек. Неге ондай қылдымай? Адан басай беру керек екен. Так, яқшы. 6-шысы. Құйдағы функциялардың графигіне тиісті. Қайсылар дейді? Мысалы, Адан басайықшы енді. -1-ді қойсаң 1 шыға ма? Ой, бұл 2-ні қойсаң 5 шыға ма? -8. -5-ті қойсаң 2 шыға ма? 23 шығып кетті. 1-ді қойсаң -4 шығады кен, 1-ді қойсаң. Түсініңіз қоя? 7-шісіне қараймыз. Осы функцияның графигі 0,5 4,5 ноқаттан өтеді дейді. Қайтаймыз. 0,5-ті қойсаң 4,5 болады деп отырды. Түсініңіз қоя? Оны қандай қылады? K-ны табу үшін ғой бізерге. X-тің орнына 0,5-ті, Y-тің орнына 4,5-ді қою керекті. 4,5, X-тің орнына 0,5-ті қойсақ 0,5K болмай ма? Бұлай қарай өтсе, 6 неқа қарай минус өте ма? -1,5 бола ма? 0,5K
k. K тең неше? -3 емес пе? K тең -3. Бұл k-ны сұрап отыр еді өзі. K-ның қандай қиматыда деп айтып отыр еді. Қара. Түсіндіңіз қоя? 7 кетті. 8. Функцияның графигі -4 14 ноқаттан өтеді дейді. -4-ті қойсаң 14 шығады десе, x-тің орнына -4-ті, y-тің орнына 14-ті қойып, k-ны табасыздар. Так, 9-ші сап. 9-ші сап түсіндіріп берейін. Так, біздерге осындай функцияның графигін беріп қойды. Осы айтып атырыпты, қандай қиматларда манфи бөлшінің тегізілік орданы фоданайын дейді. Мұнаның теңдемесін үзейік біздер. Теңдемесін үзетін формуланы үйреттім жаңа. X бөлінген неше? -1, y бөлінген -2 тең 1 дедім, е? Так, ұлма бөлін берейін. Нешеден? 2-ден бермеймін бе? Наған 2-ден, наған 1-ден, наған 2-ден. -x, -2x екені. -y, на минус бар ғой не? Тең 2. Мынау няқа өтсін, мынау няқа өтсін. Сонда -2x -2 тең y бола ма? Демек y тең -2x -2 екен. Теңдемесін үздім. Мысал үшін -1-ді қойсам 0 шыға ма арасына? Неге -1-ді қойың? Плюстек болып кетпей ма? Мынау -1 0 деген ноқат емес пе мынау? Мына ноқаттың координатасы -1 0 еді. Мысал үшін мынау 0 -2 деген ноқат емес пе? 0-ді қойсам -2 шыға ма арасына? Болды. Құласы теңдемесін үздім. Енді біздерге айтып атқаны, функцияның қиматы дейді, x-тің қандай қиматларда манфи бөлшінің тегізілік орта фодадай. Яғни функцияның қандай зат шықты біздерде? y-тің -2x -2 шықты. Со y-ті айтып атыр. Y дейді. 0-ден кіші болу керек дейді. Манфи деген бұл теріс деген. Теріс деген сөз математикада 0-ден кіші деген сөзді. Сол үшін оны 0-ден кіші болады деп атыпты да. Y соны x арқалы аңлатың дейді. Қазір мен y арқалы жазып атпан, е? Y-ті x арқалы тауамыз. Y не затқа тең x арқалы жазатын болса. -2x -2 тең емес пе? Соны әкеп қоямыз. -2x -2. Y соған тең емес пе себебі? Себебден нан табамыз. Так, -2x тұрады. 2 плюс өте ма жаққа қарай, на 2? Так, мына -2 не өтеді? Бөлу болып. Теңсіліп x өзгеріп кете ма соқта? -1. Демек x үлкен -1 деген жауап шығады екен. Да жоқ. Түсіндіңіз ба? Сол үшін мынаның теңдемесін үзейік сразу. Бұлам сол емес пе? Точный сол ғой. Теңдемесін үздік қой, қандай еді? -2x -2 емес пе еді? -2-ден кішік болады деп жатыр. Демек мен мынаны не қылуым керек? Кіші -2 деп теңсіздік қылып істеуім керек. Түсіндіңіз ба? Так, 2 -2 кете ме екі жақтан? -2x кіші 0 болып қала ма? Мына -2 не өтеді не қарай? Теңсіздік белгісі өзгеріп кете ма? X үлкен 0 деген зат шығады. Түсіндіңіз ба? 11. Бұл біздерде екі ноқат беріп қойды бағанағы функцияның қандақтандырушы функцияны анықталайын дейді. Яғни біздерде -2-ні қойсаң 3 шығатын, 2-ні қойсаң 5 шығатын функция керек. Оны жауаптан пайдаланып істесең болады да. Бір бола ма екен? -2-ні қойсаң 3 шыға ма? Яға, -5 болып кетеді ғой. Бай емес. 2-ні қойсаң 5 шығады да. С бола ма екен? 2-ні қойсаң 5 шығады оға. -2-ні қойсаң не ақ кесіп. Да болады. 2-ні қойсаң 5 шықпайды ғой да. А болады екен, е? А болады екен. 2-ні қойың 5 шықты ма? -2-ні қойың -1 плюс 4 3 шықты ма? А болады екен. Түсіндіңіз қой, е? Жауаптан пайдаланып кетеді екен сөйтіп. Түсіндіңіз қой? Болмаса бұл ноқат емес пе? -2-ні қойсаң 3 шығатын, 2-ні қойсаң 5 шығатын деген. Осы 2 ноқат арқалы туғырсыздың теңдемесін түзетін формула бар ғой? Қандай еді? x минус x1, y минус y1, x1 минус x2, y1 минус y2. Ямаса, мынаған апарып не қылу керек еді? X-тің орнына -2-ні, y-тің орнына 3-ті қойып, теңдемелер системасы түзетін еге. Сонда екі жолдан пайдалансаңыз болады. Түсіндіңіз қой, е? Так, 12-де сондай, 13.
Buna OX o'qi bilan hosil qilgan burchakni toping deydi. Buni chiqarmay qo'ying 13 ta. Yo'q, bo'lmaydi. Klass tangent alfani o'tmaymiz. 13 chiqarmay qo'ying. 14 chiqarmay qo'ying. 15 chiqarmay qo'ying. 16 chiqarmay qo'ying. 17 chiqarasiz. Tak, 17 chiqarasiz. No, sizlarga bir zat eslatib no? Formulani eslatib Ana aslidagi 5 neni bildiradi, bilasizmi? U nima edi? A. Nedagi kesib o'tgan yerni bildiradi neda? X men Y. A X ni kesib o'tgan yer 5 ekan, sonda 1 2 3 4 5 degan yerga kesib o'tgan. Buni 12 degan yerga kesib o'tgan, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 qo'y. Yaxshi chiqib ketdi. Yaxshi qo'ying. Tak, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bundami? Bunda. Demak, mana 12, mana 5. Bag'ana formulani izga qaytardik. Xullas, o'sha ikki yerdan kesib o'tayotgan siziq bu, mana siziq. O siziqning koordinata o'qlari degan zat so'ng. Koordinata o'qlari. Kalashnikning o'qlari degan emas u, unday emas u. O'q degan zat edi. Ko'sher, ya. Ko'sherlar deb aytadi. Koordinata o'qlari mana to'g'ri chiziq, mana to'g'ri chiziq bor. To'g'ri chiziqdan qanday deydi? Qanday degan so'rov emasmi? Uzunlikdagi kesma ajratadi. Qanday uzunlikdagi? Demak, uzunlik so'rayapti. Nening uzunligi? Kesma ajratadi. Kesmaning uzunligi. Kesma degani kesindi. Qaysi kesindi? Koordinata ko'sherlari ajratgan kesindi. Ya'ni mana koordinata bilan mana koordinata mana chiziqdan mana bunday uzunlikdagi kesindi ajratgandan o'rtadagi kesindini so'rayapti. Tushundingizmi? Usining uzunligini so'rayapti. O'tganda Pifagor deydi o'tdimi sizlarga? Tak, buni yog'im neshiga teng? Buni yog'im neshiga teng? Pifagor teoramasi bo'yicha a kvadrat plus b kvadrat 12 ning kvadratidan 5 ning kvadratini qo'shsam. Qarang, 169 bo'ladi. Bu 13 degan so'z. Tushundingizmi? Tak. 18 ham sonday. 19. Aha. Егертең x minus 1 деген туырсызға шақ болған ең қысқа аралық сұрап. Бұл уже ноқат пенен туырсызық арасында аралық табу формуласы деген бар еді бағана. Так, сол формулаға қоямыз. Бірақ бұл формулаға келу үшін бағана сол формуласы қандай еді көрсетейін. Ноқат пенен туырсызық. Не? А деген ноқат пенен мына туырсызық арасында аралық. Көрдіңіз қой, формуланы қараң, ax плюс by плюс c асты a квадрат плюс b квадрат. Енді түсіндірейін соны. Так, бірінші мынаны ax форматқа келіп алуым керек. Қазір мынау kx плюс b деген форматта тұрды да. Сол ана форматқа өткеру үшін не қыламын? X минус y минус 1 болады. Дұрыс айтасың, шақсам. Форматқа келді. ax плюс b y плюс c деген форматқа келді ма? A неше болып тұрды мысал үшін? 1. B C минус 1 болып тұрды, сөйтшене. X нолевой формуладағы X нолевой мен Y нолевой ноқаттың координаталары. Ашма? Так, формуласы мынандай. A X нолевой, B Y нолевой плюс C да формула. Бөлінген a квадрат плюс b квадрат. Так. A дегенім 1, X нолевой дегенім 2. B дегенім nerede? Minus 1. Y nolevой дегенім не? Ne? Nerede Y da? Noqattың Y da 2. Сөйтіп. C дегенім не? Minus 1. Асты a квадрат плюс b квадрат. A дегенім 1, 1-дің квадраты 1. Плюс b дегенім minus 1 емес пе? Minus 1-дің квадраты 1. Так, тең. Бұна плюс 2 мен минус 2 кетеді әзір.
сөйтіп жоғарысы -1 болады. -1-ден 1 шығады. 1-ге мынау корень 2 болады асты. Себебі мынау 1 емес пе? 1-ге мына 1-ді қоссаңыз 2. Корень 2 болды. Сонымен иррационалды құтқарса корень 2 бөлу 2 деген жоқ болады. Құлас бұл қалайынша? Астынан үстінен корень 2 көбейтесең да, ішіңізде өтпегенлер бар шығар соны. Мысалы үшін мынау мен мынау қысқарып кетсе бәрі бұрынғы затты береді ғой. Бірақ қысқартпаймын да мен не? Асты корень 2-ні көбейтің? Корень 4-тен негізіне корень 4-тен не шығады? Сөйтіп кеп шығады да, бірақ ендігіде біздер соны бірден істейтін боламыз. Корень деген теманы өтпегенлер үшін сөйтіп майдалап көрсеттім. Яқшы ма? Түсіндіңіз ғой. Так, яқшы. 2 бөлу 2. Енді так 19 болды ма әзір, ә? Так. Қараң бір графигіңізді берейін ба? Корень 2 бөлу 2. Графигі мынандай болады ғой. Яқта сызақта десімізді. Қандай жаңа сызығым? Ертең x-1 ма? x-1 деген сызық мұнда. Қандай ноқат? 2 деген ноқат. 2 деген ноқат мұнда емес пе? 2 точкалықтар 2. Ол ноқатты сызып айткен ғой. Не да 2 ноқат деген ноқат не? Мына ноқат та. Содан наған шекең болған аралықта. Мынау 2 деген ноқат емес пе? Содан наған шекең болған аралықта. Осы аралық сұрап жатыр бет. Мынау жаңа сызығым. Енді қараң, шахмат бойынша да істейтін болсақ та, мысалы үшін мына ұзынлығы неше кетең? Яқ, 1 емес бұл не? Мынау 1-ді қараң. Мынау 1-ді 2 клеткің 1-ді 0,5 та сонда, 1 бөлу 2. Мына ұзынлығынан 1 бөлу 2 емес пе? Пифагор теоремасы бойынша 1 бөлу 2-нің квадратынан 1 бөлу 2-нің квадратын қосып кореннен шығарса 2 бөлу 4 бола ма? Қысқарт 1 бөлу 2 бола ма? Ол, болмаса нәйден? Корень 2 астынан 4-тен 2 шығып кетті деп ойласақ. Келемеген бәрі бірам? Бәрі бірам сол келеткен, арасынан. Рас екен, формула өтірік алдамайды екен, Геометрия бойынша да кесеген бәрі бір созат екен деп түсіндіріп атқаным ғой сілерге. 19 кетті. 20-да точно сондай емес пе? Бірінші ана форматқа келіп аласыз, кейінен формулаға қоясыз. 21. Так, біздерде 2 параллель сызық беріп қойды. Екеу параллель ма? Неге? Калар неше екеуінде де? Тең, Соның үшін параллель. Осы 2 параллель сызық арасында аралық табу формуласы бар ма еді біздерде? Бар еді. Қандай еді? Тауып көрейік қане? Кімнің ядында? Жазып алдым ма не? Қақтайды. 2 параллель сызық арасында аралық табу формуласы. Міне. Мұна формула ғой. Демек, не қылады екенбіз жоғарысында? Быларын алады екенбіз. Асты к квадрат плюс 1 екен. Не? Егер д тең б бірім неше? Мынау да мысал үшін. Алып тастаймын -1-ді. Формуланы жазып жіберейін айтпашы. b1 минус b2 к квадрат плюс 1. Ядлауға болады ғой? Так. Асты к дегеніміз неше? Квадраты плюс 1. Так, мына екеуі қосылып неше болады? 2 бөлінген корень 5. Түсіндіңіз ғой, да жоқ та. 2 бөлу корень 5. Жиырма 2. Боламын сондай емес пе? 5 бөлінген корень 2 болама сондай болатын. Так, 23. Аның қандай мәнісінде натурсылар параллель болады дейді. Параллель болу үшін не болу керек? Калары тең болу керек, Калары тең болу керек. Ямаса, мынау ана форматта тұрып па дедім, қараң. AX плюс BY деген формат бар емес пе? Сол форматта тұрып па дедім. Мұнан өт керек, сол формат. -x жазайық та біріншіне. Кейін y жазайық. -4 дейікті. Так,
параллель болу үшін не болу керек? А-ларының қатынасы B-ларының қатынасы не болу? А-ның -1-ге қатынасы тең 2-ның 1-ге қатынасы. Сонда А тең неше? Бұлай қарай көбейтсең неше болады? -2. А тең -2. Бар ма? Дұрыс па сондай жауап? 24. К-ның қандай мәнісінде мына тұрсықлар параллель болады дейді. Так. Бұл ана форматта тұрыпты, е? Қалесек, ана kx плюс b халына әкеліп болсақ болады. Қалесеңіз. 2x плюс k плюс 1 емес пен о? Y плюс 2 тең 0. Параллель болу үшін не болу керек? А-ларының қатынасы, B-ларының қатынасы тең болу керек. А-сы қандай мұны? Жоғарысында А-сы К. Астында А тең болу керек. Жоғарысында А. Астында А соған тең болу керек. Бұлай қарай пропорция қыласыз. К квадрат плюс К болып кете ма? Неға 6. К квадрат плюс К минус 6 тең 0. Түсіндіңіз қой, е? Квадрат тең неме? К плюс 3 К минус 2 деп ішкілемейсен бе? К тең минус 3 К тең 2 деген болады екен. Осы тұрсылар параллель болады екен. К-ның қандай қиматларда дейді. 2 менен минус 3. Дұрыс жоқ. Түсіндіңіз қой, е? 25. Бұда не деп атыр? Мұна сызық көріп тұрсыз ғой не? К-сы қандай? Минус 41 бөлу 5, е? И мұна сызықтың К-сы жоқ. Енді сұрау мынандай болып атырды. Осы функцияның графигі, мұна функцияның графигіне К-ның қандай мәністерінде параллель болады дейді. Яғни мұнаған параллель болады дейді. К неше болса дейді. Параллель болу үшін не болу керек еді? К-лар тең болу керек. Демек, мынаның К-сы мұнаның К-сына тең болу керек. Демек, К неше болу керек екен? Минус 41 бөлу 5 болу керек. Бар ма сондай жауап? А деген жауап. С жауап, е? Не, бұны не, жауапты алжастырып беріп қойды да. Минус 1-ші дәреже не қылады? Айландырып жібере ма? 41 бөлу 5 болып түсе ма? Сөйтіп минус 41 бөлу 5 болып түседі бәрі. Жауап С. Түсіндіңіз қой, е? Сұрақ қойған зат бір апуай зат қой негізі. Мысалы үшін не? Мынау y тең 3x плюс 1 дейді да. Енді сіздерге сұрау. Мен y тең kx плюс 4 деймін да. Мұнаған параллель болу үшін k неше болу керек деймін. 3 болу керек. Деген дейді. Оны сіздерге алжастырып специально мұнанам 41 бөлу 5 қылып беріп қойды да. Ана гипнозлап не? Как будто сол ойлап қалсын деп не? Но неге нейрі 41 бөлу 5 болып тұрды деп. Так, қараң. Мұна ноқаттан өтеді дейді, жақсылап тыңдаңыз. Мұна ноқаттан өтеді, и мұна тұрысқа параллель болады. Бір сызық бар да. Олас бір сызық бар. Ол мұна ноқаттан өтеді, и мұна тұрысқа параллель болады. Сұрау, сол сызықтың теңдемесі қандай? 5 бөлінген минус 2 бөлінген 5. Жауаплардан пайдалансақ болады. Яғни жауаплардан мұна сызыққа параллель сызықларды тауып шығайық. А жауап параллель емес. Себебі неге? Себебі 5-тің 3-ке қатынасы 7-нің 4-ке қатынасы тең емес. Өзі бағана о формат бойынша параллель болу үшін А-ларының қатынасы, Б-ларының қатынасы тең болу керек еді ғой. Сол затта аз 5-тің 3-ке қатынасы 7-нің 4-ке қатынасы тең емес қой. Соның үшін келіспейді. Б да келмейді, С келеді, қараң. 5, 5, 7, 7. Демек параллель ма? Д да келеді, келеді. Енді С ба, Д ма? Оны білу үшін минус 2-ні қойсаң 5 шығу керек деп тексерсең. X-ке минус 2-ні, Y-ге 5-ті қойсаң теңдік орлы болу керек. Себебі мұна ноқаттан өтеді деп қойыпты да. Түсіндіңіз қой, е? Так, X-ке минус 2-ні қоясаң, неге қойып көрейік? Минус 10. Наған 5-ті қойсаң? Минус 35, минус 45. 0 шыға ма мынау? Енді наған қойып көрейік? Минус 10, минус 35, нәерге 5 қойсаң минус 30. Плюс 45. Бұна екеу минус 45 бола ма? Плюс 45. 0 шыға ма арасынан? Шығады. Демек қайсы жауап екен? Д жауап. Түсіндіңіз қой, ә? 27. Демек, мұна сызықпенен
Мына функция бағанағыдай көзді гипнозлайтын есептің. 28. Так, аның қандай мәнісінде мына туырсызық менен мына туырсызықлар кесілсет дейді. Кесілші үшін аларының қатынасы бұларының қатынасына тең емес болу керекті. Яғни тең болса параллель болып қалады ғой. Тең емес болса параллель болмай қалады. Параллель болмаса болды, ол кесілсет. Түсініңіз қой? Демек, аларының қатынасы бұларының қатынасына тең емес болу керек. Түсініңіз ба? Аның астына неге 2 жаздым, білесіз ба? Мынау қайсы а? Мына а ма? Мына а ма? Қандай дегендегі а ма? Я? Қайсы а ол? X-тің алдындағы а, я? Мына 2 қайсы 2? Мына 2 ма? Мына 2, я? Наң X-тің алдындағы мен, наң X-тің алдындағы қатынасы, наң Y-тің алдындағы мен, наң Y-тің алдындағы қатынасы тең болса, параллель болады, я? Түсініп атырсыз қой әйтеуір, а тең неше болады? -4 болады. А тең емес. Тең болса параллель болып қалады ғой. Тең емес болу керек сонда. Кесілісі үшін параллель болмау керек та себебі. Туырсыздықтар OX, Y тегістігіне қайсы чорагida кесілседі. Екі туырсыздық кесілседі дейсе, сілер оны теңдестіресіз. Я Y-ін, я X-ін теңдестіресіз. Екі туырсыздық кесілседі десе. Сол үшін Y-лерін алып теңдестірейік. Мынаң Y-і 2x плюс 5 тайын тұрып па? Мынаң Y-ін тауайықшы. 2 минус 6x бөлінген Y. Мынандай емес пе? Орын алмастырдым. Сонымен Y тең не болды? 6x минус 2 бөлінген 3. Демек нерге жазамын? Былай қарай көбейтемін бе? Неше? 6x плюс 15. 6x-лер кетті ма? Сөйтіп 15 тең минус 2. Бұл қате ғой. Бұл деген кесіліспейді деген сөз ғой. Түсініңіз ба? Қате теңдік келді да. Теңдестірсем тең болмай қалды. Бұл деген сөз кесіліспейді деген сөз. Кесіліспейді ғой. Неге деймін ба? Себебі мынаны ағза бөлім. 6x 3-ке бөлім. Ұлма бөлісін берсем бәрі бұрын зат келеді ғой, я? Мынаның касы неше? Мынаның касы неше? Нағызық пен нағызық салыстырып атпыз ғой біздер. Мынаның касы 2, мынаның касы 2. Екеуі не зат екен? Параллель екен. Екеуі параллель болса кесілсе ма? Түсініңіз ба? Кесіліспейді екен, да? Так, сөйтіп қайсына келдік? Функцияның графигі қайсы координата чорагida kesishadi deydi. Minus x minus 2. Екеуі кесілседі десе теңейсең ғой, я? Мына жаққа өтсе 3x па? Мына жаққа өтсе минус 3 па? X тең неше? Енді минус 1 нерге қойып көресең, қалесең нерге? Фарқы жоқ. Y неше шығады? Минус 1 шығады. Ноқатын шықты құласы. Минус 1 деген ноқат шықты. Ол неше шерікте жайласқан? 3-ші шерікте. 3-ші шерікте кесілседі екен. Расынан кесілседі дұрыс па, қате ма көрейік. Так. Y тең 2x плюс 1 сызып көрейік, қане? Сызу проблема емес қой. Y тең 2x плюс 1. Да, Y тең минус x минус 2. Қайда кесілседі расынан? Но неше шерік мынау? Расынан минус 1 деген жері кесілсем екен. Көрдіңіз бе? Кесілсетін жерін мощный қылып тауып береді екен. Түсініңіз қой, анау? 31. Туыр сызықлары кесіш нұқтасының координата бағышынан қандай масафада жайлашқан? Мына туыр сызықлар дейді. Кесісу ноқаты координата бағысынан қандай аралықта жайласқан дейді. Бірінші кесісу ноқатын тауып алайық. Оның үшін не қыламыз? Екеуін теңдестіреміз. Қалесең x-лерін, қалесең y-лерін. X-лерін теңдестірейік, себебі екеуім 3x болып мощный болып тұрған екен да. Надан 3x таусаңыз, минус 4y минус 7 ма? Надан 3x таусам, минус y плюс 5. Так, мынау не қау өтсін? 5 не қау өтсін? Минус 12 болып кетеді, мынау плюс болып кетсе, алынып кетіп 3y. Y тең неше болады? Минус 4. Y минус 4. Енді соны нәерге апарып қоясың. Қарасаң нәерге. 3x минус 4 минус 5 тең 0. X тең 3.
Demek 3 minus 4 ya. Mынау не зат? Ноқат. Ол қайсы ноқат енді? Не зат ол? Қандай ноқат? Ненің кесілісі ноқаты? Мына екі сызықтың кесілісі ноқатын таудық, ә? Енді біздерге айтады. Осы ноқат дейді, кесілісі ноқаты дейді. Кәрінді басынан қандай аралықта жайласқан дейді. Молодец, Пифагор. Бекіс айтты ма? Так, 3 бірлік оңда, 4 бірлік төменде деген сөз емес пе? Мына аралық сұрап атыпты да сенен. Мына яғың 3 ба? Мына яғың 4 ба? Пифагор теоремасы бойынша мынау 5. Түсіндіңіз қоя? Соны сұрап атыпты. 32. Так. Осы турсылар кесілісі ноқатының абсциссасы манфи болады дейді. 32-ні көрсек. Нешесі бәй? 34-тің ар жағы домашний. 34-тен бастап. Қақтан білдің оны? Қайсы шорағда жайлашқан дейді. Ава. Симметриклер бар екен, әқті көріп беретін. Бағана айтқан симметрикім бар ғой. Симметриктері көріп бермедім ғой. Яқшы, нешен көрсете жайым? 32. Надо тез боламан да. Стой үйретсем. Өшіріп жүрмесең да, өшіріп сөйліп кетсір, анау. Так, яқшы. Аның қандай мәнісінде? Мына турсылардың кесілісі ноқатының абсциссасы манфи болады дейді. Кесілісі ноқатының абсциссасы манфи болады. Бірінші кесілісі ноқатын табу үшін не қыласың? Теңейсең. Сол үшін y-лерін, немесе x-лерін теңейсең. Y-лерін теңейсең. 2x минус 2x плюс 3 болады, Надан 3y таусам минус 4x плюс 7 болады. Екеуінен 3y тауып теңдестірдім да. Түсініңіз қоя? Так, мысал үшін надан 3y таусам мына жаққа өтпей ма мынау? Надан 3y таусам мына жаққа өтпей ма? Теңдес. X-лерін тауайын. Мына жаққа өтсін. Мына жаққа өтсе 4 болып қала ма? 2-ке қысартшы берейін. X тауайын. 2. X тең не зат екен? X тең 2 бөлінген 2 минус А екен. Мынау X дегеніміз қазір кесілісі ноқатының абсциссасы ма? Абсцисса деп X айтатын ек қой. Мынау кесілісі ноқатының абсциссасы. Енді соң кесілісі ноқатының абсциссасы не болсын деп атыпты? Манфи деген не зат? Минус. Мынау минус болу үшін А неше болу керек дейді. Яғни неше болу керек емес. Қандай болу керек дейді, жайран. Мынау минус болу үшін А қандай болу керек дейді. 4-ден кіші. 2-ден кіші болу керек. 2-ден кіші болу керек. Мынау 2-ден кіші болса, 2-ден кіші заттасаң плюстан алынасаң. Саған плюс болу керек емес та, минус болу керек та. Түсіндіңіз ба? Мынау минус болу үшін А 2-ден үлкен болу керек та. Түсіндіңіз ба? Демек А 2-ден үлкен болу керек. Деп ойлап кетсең болады, болмаса ойлап кете береміз ба, мұғалім оны шығарайық дейтін адамдар үшін қараң. Кіші 0 деу керек та. Яғни минус болу үшін кіші 0 дейсен бе? Мынау кіші 0 болу үшін жоғарысы плюс емес пе? Асты теріс болу керек, е? Демек асты кіші 0 болу керек дейсің. Асты кіші 0 болу үшін мынау жаққа өте ма? Плюс болып? Е? Демек А 2-ден не болды? Үлкен болды ма? Да, жауап шықты. Түсіндіңіз қоя? Кесілісі ноқатының абсциссасы теріс болу үшін А 2-ден үлкен болу керек екен. 33. Аның қандай мәнісінде? Мына турсылардың кесілісі ноқатының ноқаты мұсбат ордината дейді. Ордината деген зат y-ге оң болу керек. Y-ге плюс болу керек дейді. Кесілсек десе не қыламыз? Нені теңдестірген жақсы берді? 3x-лер теңдестірген жақсы. 4 плюс 3y бола ма надан 3x таусақ? Надан 3x тауым. 5 плюс 2 2y. Мына жаққа 2y мынау мына жаққа плюс өтпей ма? Дұрыс қой? 5 плюс 2y. Мен не қуып кеттім? 3 плюс 4y. Дұрыс емес пе? Надан 3x таусам 3 плюс 4y. Надан 3x таусам 5 плюс 2y. Дұрыс емес пе? Соның y-ін тауайын. Мынау жаққа өтсін.
4y минус 2ay тең 2 емес пе? 2-ге қысқартсам 2y минус ay ба? Y таусам 2 минус a ма? Y тең не зат болады? 2 бөлінген 2 минус a. 2 емес 1 болады. 2 қысқартыңыз ғой. Ана жоғарысы. Дұрыс емес пе? Енді сұрау. 2 минус a-ны үлкен бөлінген. Так, мынау мұспат болу үшін, мынау оң болу үшін, y оң болу үшін, a не болу керек? Үлкен нөл деп. 2 минус a үлкен нөл. Аха. Мынау оң болу үшін асты оң болу керек па? 2 минус a үлкен нөлден деп шығарасың да. Онда a 2-ден кіші болу керек деп. Отыз ба? 34-тен бастап қайталанды ма? Тоқтап тұрыңыз. Так, 42-ні көрсетіп жіберейін. Болды, қайтарамын. Мына теңдемеменен берілген туырсықлар кесіс ноқтасын ойыр оқыда йотады дейді. Не қылады дейді мыналар екеуі? Кесілсет дей ма? Кесісу ноқаты ойыр оқыда йотады дейді. Мысал үшін мына сызық бар, мына сызық бар. Олар мысал үшін не деп тұрды да, кесілсті да екеуі. Кесілсті да. Сол кесісу ноқаты именно мұны ерде дейді. Оппа, мұны ерде кесілсті дейді. Яғни нең үстінде кесілсті әзір? Ойыртың. Ойыртың үстіндегі ноқаттың координатасын жазайын. Оңда ма, шепте ма? Соң үшін? 0. Жоғарда ма, төменде ма? Неше бірлік екен білмеймін ғой. Соң үшін y-ті білмеймін. Бірақ өз y-ті сұрап атыр біздерден негізі. n сұрап атқан екен. n сұрап атқан екен. Яқшы. Бірақ біздерде бір зат белгілі ғой, x не зат екен? 0 екен. Енді кесілсет десе не қыласың? Теңейсің. Екеуінен y тауып теңдестірейін да. Мұнан y таусам не зат болады? 2 бөлу өтімей ма? 8 плюс n 3n плюс 4 x бөлінген неше? 2. Так, мұнадан y таусам не зат болады? 5 минус 2n 4n минус 3 x бөлінген неше? 3. Екеуінен y таудым ба? Теңдестірдім. Енді менде x 0 екен белгілі ғой. Мынау жоқ кетеді да. 0 болып кетпей ма әмесі? Сонымен не қалды? 8 плюс n бөлу 2 тең 5 минус 2n бөлу 3. Пропорциялық n тауымын. Бұлай қарай көйтсем. 24 плюс 3n 10 минус 4n. 7n тең минус 14. n неше болу керек екен? Минус 2. Түсініңіз қоя? 43 лерді істемейсіз, 43 істемейсіз, 44 істемейсіз, 45 істемейсіз. 43-тен бастап. Ана градус тауы керек болса істемейсіз. 47-нен істемейсіз, 47-ге шегем істемейсіз. Демек, 43-тен баслап 47-ге шегем істемейсіз. Белгілеп алдыңыз қоя? 48 аңсат, 49 аңсат, 50 аңсат, 51 аңсат, ондай көрсеттім. Координата бағышлан аңсат. Так, 53 симметрик деген затты көрсетпедім. 53-ті көрсетіп жіберейін. Так, 53-те ойырық оққан ниспатан мына туырсықтың болған симметрик болған туырсықтың теңдемесін көрсетің. Короче, мына туырсыққа ойырыққа қарата симметрика. Ойырыққа қарата симметрика кімнің ядында? Не болатын еді? Не деп ноқат сызбек сөйтіп, мынандай ноқат ойырыққа қарата. Мынандай болып пайда болып еді. Ода x-і өзгеріп еді, x мысал үшін 5 еді, минус 5 болып кетеді. Бірақ y 3 еді, 3 болып қалып еді. Ядыңызда ма? Демек, ойырыққа қарата симметрик десе, x-ім минус x болып, бірақ y-ім y болып тұра беретін еді. Ядыңызда ма? Демек, мен мына сызықты ойырыққа қарата симметрик көшіру үшін y-тің орнына y жаза беремен, бірақ x-тің орнына не жазаман? Минус x жазаман. Сонымен плюс 3x болып кете ма? Болды. y-тең 3x плюс 1. Сашон. Түсіндіңіз ба? Не сенбесең сызып көрейік.
Сендік де. Қайтайық де. Қойттыр. Y тең минус 3x плюс 1. Енді y тең 3x плюс 1 түсіп көрейін. Y тең 3x плюс 1. Қараң не? Сен мынау, мысал үшін де, мынау айнада, мынау айна. Мынау қара тұртты да, міне нейердегі ноқат қара тұртты. Оның сурет нейерде пайда болам арасынан? Мысал үшін кітаптың ортасында деп жаусаң, үспе-үстемен алар, менен симметрик пекен арасына? Симметрик екен. Тоқтап тұр әзір. Ойбай. Y тең x 54. Кіттай қалды. Болды міне, болды. Азыр. Так, симметрик болған тоғыздыққа шеген теңімесінсің. Так, y тең x-ке қарата симметрик десе, x-ім y болып, y-ім x болып өзгереді деді. Так, y тең 2x плюс 1 деген сызық емес пе? Енді сен y-тің орнына x-ті, x-тің орнына y-ті қоясаң да, үс жерден y тауасаң бірақ дейін. Y тауасаң, x минус 1 болып өте ма? Сонда 2y тең x минус 1 болса, y тең неше болады? X минус 1 бөлу 2 болады. Бар ма сондай жоқ? Бар, да жоқ. Түсіндіңіз ба? Міне сен білсеңіз демей қойын яш. Так, сол. Лар. Болды. Рахмет диққатларыңыз үшін.